Бүгінгі сабағымызда сөздердің байланысу түрлеріне байланысты тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Алдымен сөздердің байланысу түрлеріне тоқталайық. Қазақ тілінде сөздердің байланысуы 5 түрге бөлінеді. Қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Енді біріншісі қиысу дегеніміз не? Қиысу бұл бастауыш пен баяндауыштың жақ-жағынан үйлесе байланысқан түрі болып саналады. Мысал айтатын болсақ, кез келген сөйлем ішіндегі бастауыш пен баяндауышты алып қарасаңыздар, сол қиысу болып тұрады. Яғни жіктік жалғау арқылы байланысады қиысу. Мысалы, мен сөйлеймін, мен мектепке барамын деген кезде мен барамын. Немесе оқушылар сабақ оқып отыр. Бастауыш пен баяндауыш қайсысы осы сөйлемде? Оқушылар оқып отыр. Осылар қиысу болып саналады. Енді осыны тест сұрақтарының ішінен тауып көрейік. Тест сұрақтарына назар аударайық. Қиыса байланысып тұрған тіркесті тап деген сұрақты талдайтын болайық. Сонымен қиыса байланысқан сөзді табу үшін алдымен қиысу дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Яғни жоғарыда айтып өттім, қиысу дегеніміз сөйлемнің ішінде бастауыш пен баяндауыш болып тұрған жіктік жалғау арқылы байланысқан сөз тіркестері. Сонымен мен сөйлеймін жақ-жағынан байланысып тұр ма? Яғни мен сөйлеймін, сен сөйлейсің деген кезде ол сөйлейді деген жіктік жалғау арқылы байланысатын сөздер болып тұр. Сондықтан бұл жерде мен сөйлеймін деген, мен деген бастауыш, сөйлеймін деген баяндауыш болып тұр. Олай болатын болса, бұл қиысу болады. Ауылға бару. Яғни бұл жерде ауылға бару бастауыш пен баяндауыш болып тұрған жоқ. Асанның кітабы. Кімнің кітабы? Асанның кітабы. Бұл жерде де алтын кітап. Қандай кітап? Алтын сағат. Қандай сағат? Алтын сағат. Қызық әңгіме. Қандай әңгіме? Қызық әңгіме. Сонымен бұл жерде жіктік жағынан байланысып тұрған сөз, бастауыш пен баяндауыш болып тұрған сөз, ол әрине мен сөйлеймін. Сөздердің байланысу түрлерінің екінші түріне тоқталайық. Екінші түрі бұл матасу. Матасу дегеніміз не алдымен? Яғни матасу деген бірінші зат есім немесе заттанған сөз ілік септік жалғауында тұрады. Яғни бірінші сөз ілік септік жалғауында тұрады. Екінші сөз тәуелдік жалғауында келу арқылы байланысқан сөз тіркесі болып саналады. Мысалы, Ақтайдың досы. Яғни бірінші сөз Ақтайдың ілік септігінде тұр, досы тәуелдік жалғаудың үшінші жағы болып тұр. Олай болатын болса, сенің кітабың деген келесі сөзді алайық. Сенің деген кімнің? Сенің ілік септікте тұр. Кітабың дегенде ол тәуелдік жалғаудың екінші жағы болып тұр. Олай болатын болса, матасу дегеніміз бұл ілік септігімен тәуелдік жалғаудың арқылы байланысқан сөздер болып саналады. Енді осыны тест сұрақтарында да тауып көрейік. Және де ескеретін жағдай, кейде сөздердің ішінде сөз тіркестер келген кезде ілік септігі түсіп қалуы мүмкін. Мысалы, айтылмай келетін жағдай болады. Ауыл малы деген сөзде. Бұл қалай табамыз? Сұрақ қою арқылы табамыз. Малы, осы жерде ауыл малы, ауылдың малы деп табуымызға болады. Ақын өлеңдері. Өлеңдері. Кімнің өлеңдері? Ақынның өлеңдері. Немесе ақын өлеңдері деп ілік септігін жасын түрінде келген түріде осылай кездеседі. Ал енді тестке назар аударайық. Матаса байланысқан сөз тіркесін тап. Ал тауып көріңдер, уақыт кетті. Кірпіш үй. В. Ауылдың әкімі. С. Қаладан келді. Д. Таулы жер. Е. Мөлдір су.
уақыт өтіп жатыр. Тауып көріңіздер. Бұл жерде мөлдір су. Қандай су? Мөлдір су. Ілік септігінде тұр ма? Жоқ. Төменнен бастайтын болсақ. Д. Таулы жер. Қандай жер? Таулы жер. Қаладан келді. Қайдан келді? Қаладан келді. Шығыс септігіндегі жалғау, иә? Септік жалғау. Ауылдың әкімі. Яғни ауылдың. Кімнің ауылдың әкімі? Кірпіш үй. Яғни қандай үй? Кірпіш үй. Бұл жерде матаса байланысқан ілік септігінде тұрған сөз бен тәуелдік жалғауда байланысып тұрған сөздер. Бұлар әрине сөз тіркесі бұл В. Жауабы дұрыс. Ауылдың әкімі. Сөздердің байланысу түрінің екі түрін өттік. Келесі түрін алдағы сабақтарда айтатын боламыз. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.